Сәлематсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін біз Наполеон тортын жасайтын боламыз. Ол үшін май 200 грамм, сары май 82%, 100 грамм 20% қаймақ, және де бізге 300-350 грамм ұн керек болады. Мына жерде мен алғашқыда 250 грамм ұн алдым. Енді осы ұнға сары майымызды, бұл қатып тұрған сары май, үккіштен өткізіп, ұнменен араластырып аламыз. Мұздап тұрған майымызды түгелмен үккіштен өткізіп алдық. Енді ұнменен жақсылап араластырып, бұны ұнтақ жасаймыз. Ұнменен майды жақсылап тұрып езіп аламыз. Майымыз бен ұнымызды жақсылап осылай деп араластырып алдық. Енді осыған 100 грамм сметанамызды қосамыз. Бізге бар жоғы 260 граммдай ұн кетті. Одан артық ұнның қажеті жоқ. Осындай жұмсақ, әдемі, бір қалыпты қамыр болды. Енді осыны кішкентай шариктерге бөліп, домалақтатып алып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Осылай деп домалақтатып, ыдысқа салып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Енді пакетке салып, холодильникке жарты сағат 45 минутқа салып қоямыз. Мысалға, сіздің қолыңыз бүгін тимей жатса, ертең пісіріп алуыңызға да болады, басқа да күні пісіріп ала беруіңізге болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Салқындады аздап. Енді осыны ұн сеуіп жайып бастаймыз. Осындай жұқалықта жайып аламыз. Бұл әлі піскен кезде аздап көтеріледі. Жайып алған қамырларымызды осылай деп пергаменттің үстіне салып қойдым. Енді кезектестіріп пісіріп бастаймыз. 200 градуста қызып тұрған пешімізге осылай деп біртіндеп алып пісіріп ала береміз. 4-5 минутта пісіп шығады. Мен бағана 5 минуттан деп едім, 5 минуттан емес, 7-8 минутта піседі екен. Біздің тортымыздың осындай нандарын пісіріп алдық, жұқалап. Енді бізге осы тортты жинау үшін бізге крем керек болады. Кремге 33% сливка, 500 граммдай, қант ұнтағы, көп салмаймын, өйткені бұған мен тағы да сгущенка қосамын.
350-400 грамм қойытылған сүт. Сгущенка. Миксерімізге орналастырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бірінші жай оборотта. Біздің сливкамыз аздап қоюланды, енді жылдамдатамыз оборотын. Біздің креміміз дайын болды. Осындай сұйықтықта болып тұру керек. Кремімізді осындай қалташаға салып аламыз. Аздап көптен емес. Торт жинайтын диаметріміз 22 сантиметр. Бұған енді мынау корждарымызды осылай деп сындырып сала береміз. Мені қызым сұрақ қойып жатыр, неге мама бұлай деп сындырып салып жатырсың деп. Өйткені бұл Наполеон тортымыздың қамырының өзі осындай уатылғыш, нәзік. Сондықтан бұл қалай салсаң да осылай болып сынып кетеді. Бұның формасы жоқ, өйткені біздер өзіміз жинаймыз бұны, домалақтап қандай диаметр керек, сондайға келтіріп. Осы рецептпен жасап көріңіздер, үйлеріңіздегілерге өте ұнайды деп ойлаймын. Осы тортты үйіңізде жасасаңыз, басқа магазиннен торт сатып алмайсыз. Менің қыздарым қанша жылдан бері жеп жүрсе де, бұның жасалу әдісін білмейді екен. Енді кішкене жиналған тортымызды деп тығыздап басып аламыз. Бірақ қатты тығыздап жібермеңіз. Мінекей беті тығыздалды. Енді осының үстінен кремімізді ары қарай жаға береміз. Кремді қатты көп жақпай-ақ қойыңыз, өйткені біздің мынау пісіріп алған қамырларымыз өте жұқа. Сондықтан кремді қатты көп жаға берудің қажеті жоқ. Міне біз екінші рет тортымызды трамбовать етіп алдық. Енді осының бетіне азғантаймен кремді жағамда холодильникке ертеңге дейін қойып қоям. Өйткені бұның ішіндегі кремі қату керек, сіңу керек. Міне тортымыз дайын болды. Енді менде азғантай бір несін алып қалдым, коржыгын. Тортым дайын болды. Енді осыны таңертеңге дейін холодильникке салып қатырып қоямын. Өйткені менің кремі мен жаңағы наны барлығы бір-біріне жабысып, әдемі болып қатаю керек. Енді азғантай менде крем қалды, және де крошкаға бір осындай
коржын алып қалдым. Бұны ертең уатып, торттың бетіне себетін боламыз. Біздің тортымыз холодильниктен шығардық, мұздатып. Енді сыртындағы қаптаған немізді алып тастаймыз. Тортымызға айналдырып жағып шығамыз. Крошкамызды уатып алдық. Біздің тортымыз дайын болды. Крошкалап бәрін алдық. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, осылай деп әрлеп шығамыз. Бұл тортты мен тапсырыс бойынша жасап жатырмын. Сондықтан тортты және тағы да кесе алмаймын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі оңай, көп ішіне ондай ингредиенттер кетпейді. Сондықтан бұны әрбір қыз келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Каналымыздан алыстамаңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.